Ассалаумағалейкум достар, сендермен бірге мен Бунет Кизет. Бүгінгі видеомызға қош келдіңдер. Я білем, көп ай бойы жоғалып кеттім. Бірақ таза видеолар шығарып мен тұрып жатырмын ғой достар. Бүгінгі видеомызда біз біз Нұрлан ағаның достар осындай, яғни тез Майнкрафт видеосындағы үйін ұрлап алған болатынбыз. Яғни оның андай зачарованный кітаптарын мына жақта тұрды ғой, мен ауылдан, мен сол жаққа қойдым. Және де менің пал егіндерімді қараңдар. Пай. Мен деген мал егіншілігі, барлық егіншіліктермен айланысып кеткен болатын. Вообще мына жерде қарбыз, картофель, анау сәбіз, помидор дейсің бе, мал дейсің бе, қой дейсің бе, и с Новым годом. Қар жауды, Алматы, Қазақстан, Бейнеу бәрі жерге. Қар деген 2 метр. Міне. Алматының қарлары осындай дейме? Ма адам бойымен тең ғой. Сүңгіп кете алмайсың. Артқа рум туралатын болсақ, бұнда бізде портал. Мына көрген шығарсыздар, мынаны көрсеткен кезімде. Ауыл достар, мынандай жүрекшелер қойдым. Мына жерде балкончик. Достар, мен сендерге қазір көрсетейін. Үстің этаж кішкене, мына жақтан чуть-чуть разницасы бар. Яғни кішкене қыла салдым. Мына жер енді, анау склад сияқты. Міне, әдемі көрінеді емес пе, ештеңкесіз ұшып тұрғаным жоқ. И достар, сендерге бір лайфхак үйретейін. Если сендер творческий болсын, выживание болсын, достар, түсіп бара жатсыздар ма, отырып ұшуға үлгеріңдер, болды. Қыпыларың аз кетеді. Или мен сендерге қазір көрсетемін. Қараңдар, мынандай биіктіктен жоғарыға басамыз, жүреміз, жаймен жүреміз, достар. Көрдіңіздер ме? Жай жүреміз, достар. Көрдіңіздер ме? Жіберсеңіз, әстен өсіп түседі. Жай басамыз, өсіп түседі. Көрдіңіздер ме, достар? Спокойно, бұл затты сендерде қолдауларыңызды, достар, тапсия беремін, достар. Қолданыңыздар, осында факелдер олып қоймын. Пауыз егіндері, достар, бізде вообще всегда өсіп тұрады. Жануарларға келетін болсақ, бұлар қойлар көп, сиырлар аз, 4-5. Бұлардың жүндерін алу керек. Кіреміз. И мына жерден былай жүресіздерді, достар, өзіңізге керек болған, қажет болған, пал егініңізде, мысалы, мынаны аласыздар, достар. Осы егінсін бұзасыздар, ал аса қалады. Себебі астын сіздер өсіресіздер. Қарбызды да дәл сондай. Картофель барлығы бар мұнда бізде. Мынанда, достар, бізде пшеницалар өте көп. Себебі мыналар азықтан, мен нан жеймін, достар. Себебі менде творческий бітіп қалуы мүмкін. Креатив. Күн бата жақпа. Күн менің ойымша, әне. Қараңдар, достар. Асықпай жаймен түсіп бара жатыр, достар. Вообще, достар, менің үйіме рум-тур, мини-рум-тур, достар. Мына жерін көруге болады, достар. И сендің кроватың қайда? Анау, шуламаңыздар, мен кроватым міне. Осының астында тығылып тұрады. Если тығылмашақ десе, достар, сразу мен ойланбастан мынандай дер едім. Дөйтіп отырып алар едім, достар. Мына жақтан мен ешкім көрмей қарай кетіп қалған кезде 2-ші этаждың нәбжелерін тұратыным. Сосын 2-ші этаж анау деп атарса, если ұшып, либо төменге мынадан құлап, 2-ші этаж көріп атырған кезінде
есікті ашып кіріп достар, мен мына жерге келіп отыра қаламын. Болды. Сөйтіп таба алмадым, шық дейді. Мына жерден деп жазсын. О, сорлы көз көрмей манадан бері мына жаққа кеткенін көріп отырмын дейсің. Болды. Мынаның үстінде ештеңке жоқ. Кстати, достар, мен бір-ақ рет Незер әлеміне барып, мен осыншама заттарымды қиратып алдым. Жаңасын киіп алмаймын. Міне, достар, сендерге мына қылышымның сиқырын көрсетпеген екенмін ғой. Пай. Мана сиқырды көрмепсің, бұл өмірді сүрмепсің ғой. Так, мысалы, мына грядки жинаваттарыңа тиіспейміз. Ана грядкиді көріп тұрсың ма? Ұшсай şu жаққа. Мынандай бір блок. Мұны 1000 блок қошар. Көрдіңіздер ме? Ең мықты қасиеті бар. Қасиет. А что тесік? Лечу, надо это сам Кузнецкий. Достар, бізде Кузнецкий бар. Ема. Это кеш батып жатыр, үйге бару керек. Жителдер. Давай, короче. Ұшып бармасақ, достар, біз тез бара алмаймыз. Мында. Қой, не істеп жүр? Жоғала алмаған қой. Так. Крепец. Тоқтай салайық. Туй. Яғни, достар, мен бұл Майнкрафтты кешем алдын тартып алған болатын. Ішім осында Майнкрафт болып, бұны салуға, достар, кстати, 2 күнде кетті. Так, түсінбедім. Мына жерде 2 жител. Ема, достар, мен мына Майнкрафтты жүктеп алғаныма өте қатты қуаныштымын. Және неде жатырмын, мынаны құруға, достар, 2 күн кетті. Ойлаңдаршы, мынаны салуға өзі, достар, 1 күн кетті. Ұйықтап тұрып, мынаны салдым. Деңгейімді көтердім. Қазір сендер деңгей қандай екенін көрсетемін. Дәреже менде көріп тұрғаныңыздардай 77, достар. Прямо ойлап қарасаңдар, ема. Так, тоқтаңдар, көрсетем. Өтпендер, мен видеоны. Так, кстати, достар, мен пост жазған болатын, ненің суретін салайын деп. Сол кезінде құртық менде бірақ подписчик жазған болатын. Көпшік, яғни үйде ұйықтайтын жастықтың суретін салшы деп. Мен бір комментарийінің атқан сала алмаймын, себебі мен де жаздым деп шығасыздар. Міне, достар, мен сендерге айтқан 77-ші деңгей. Ал Нұрлан Қаламов дегендей. Мыналар менің микрофон кетпеді ме? Жоқ. Мынағаны. Ема, құттыққанда. Ема. Бір блокқа да сыймайды мұны. Қасқа мынандай блокта жүр. Мен достар, неғып осындай блоктан салдым, себебі жителдер айланып дискотека алады. Ема, қатты қой жүрген болсын. Кейсін мынамен туаламыз. Жоғаларман. В общем, достар, бұл видеоның атауы, короче, меніңше, достар, атауын жас болған затымнан ақ білген шығарсыздар, достар. Короче, бұл мини-рум-тур, обзор, достар. Келесі бөлімдерде мен, может, выживанияда боламын, может, творческийде боламын, достар. Жақындар болса, всегда жақсы боласыңдар, достар. Мен осында киркап эффект 2 бар. Сендерге мыналарды көрсетейін. Нагрудник бізде Blast Protection 4-ге, сосын Unbreaking 3-ге. Мұны Unbreaking 3-ге, Protection 4-ге, Unbreaking 3-ге, Protection 3-ге, Unbreaking 3-ге, достар, мықты сиқырлап алдым. Енді мен нағыз өлмеймін деген ойдамын, достар. Достар, подписчиктер болса, тез комментария, лайк, подписка барлықтарын басып, достар, мен жазып болған нені салайын деген постымды, достар, тез комментария 60, 70, 80, 90, 100 комментария